Енді бағдарламаның міндеттері жұмбақтың халық ауыз әдебиетіне тән жанрлардың бір екенін ұғындыру, жұмбақтардың негізгі түрлерімен таныстыру, жұмбақтарды шешудің тиімді тәсілдерін үйрету, оқушыларды жұмбақты тез дұрыс шешуге машықтандыру, топпен және жұппен бірлесіп отырып жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру, жұмбақтың мән-мағынасын түсініп есте сақтауға дағдыландыру, жұмбақ шешу кезінде маңызды кілт сөздерді анықтай білуге үйрету, оқушылардың өз бетінше жұмбақ шешуіне жағдай жасау. Енді менің бұл бағдарламаны жазғандағы алдымда тұрған бірінші проблемам бұл оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттыруда және ұлттық мәдени мұраны сақтауда жұмбақтарды сабақта тиімді қолдану жолдарының жеткіліксіздігі болды. Бүгінгі таңда оқушылардың ұлттық ауыз әдебиетіне, соның ішінде жұмбақтарға деген қызығушылығы азайып барады. Көп жағдайда сабақта жұмбақтар жүйелі түрде қолданылмайды, ал бұл оқушылардың ойлау қабілетін, тапқырлығын, логикалық ойлауын дамытуға кедергі келтіреді. Сонымен қатар мұғалімдерге жұмбақты сабақта тиімді пайдалану әдістері жеткілікті деңгейде ұсынылмаған. Енді менің осы бағдарлама барысында қолданылған әдіс тәсілдерім. Мысалы, миға шабуыл әдісі. Мақсаты берілген суреттер арқылы оқушылар мақал-мәтелдерді табады және сабақ тақырыбын ашады. Мысалы, бірінші суретке қарайтын болсаңыздар, бала кітап оқып отыр, яғни кітап білім инемен құдық қазғандай. Немесе сол сияқты, мысалы, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Енді келесі әдіс бұл кинометафора әдісі, оқушылардың ой өрісін, ойлау қабілетін дамыту болып табылады. Үстінде тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр. Жауабы қызылша. Екі басты айдаһар, бәрін қырып жояды. Екі аяқпен жер тіреп, қағазды жеп қояды. Жауабы қайшы. Мұрты бар, сақалы жоқ, тоны бар, шапаны жоқ. Жауабы мысық. Таңмен көзін ашады, әлемге нұрын шашады. Жауабы күн. Дәмін татсаң тәтті ақ, түсін көрсең әппақ. Жауабы қан. Бір нәрсе жоғарыда от жағып тұр, дабылдап дабылын ол қағып тұр. Аға, түсіндіре беріңіз. Енді келесі әдіс тәсіліміз бұл ойлан табы әдіс тәсілі. Яғни бұл топтық жұмыс. Мысалы, жаңағы жұмбақ беріледі, ол жерде белгілі бір сөз жоқ болады. Сол сөзді табу керек және жұмбақтың шешімін табу керек. Енді келесі қолданған әдісім бұл VR әдісі. Яғни оқушылардың қызығушылығын арттырып, өткен материалды жүйелі еске түсіруге, жаңа ақпаратты есте сақтауға көмектесетін белсенді әдіс. Мақсаты оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту, міндеттері есте сақтауды, логикалық ойлауды, сөйлеу қабілетін жақсарту және сабақты пысықтау. Келесі суретте мен сіздерге жаңағы жасаған жұмысымды көрсеттім. Оқушыларға өте керемет ұнады. Енді келесі қолданған әдісім бұл Фильберт әдісі. Яғни оқушылардың зейінін шоғырландыру, логикалық ойлауын дамыту және сөздік қорын бекіту болып табылады. Мысалы, мына жерде берілген жұмбақтар, осы жұмбақтарды балалар оқиды. Жаңағы Фильбертта берілген жерден ол жаңағы жұмбақтың жауабын табу керек.
Енді келесі қолданылған әдісім бұл сәйкестендіру әдісі. Бұл әдістің мақсаты бұл екі немесе одан да көп деректер жиынтығы арасындағы логикалық байланысты табуға негізделген әмбебап тәсіл болып табылады. Оқушының есте сақтау қабілетін, логикалық ойлауын және терминдерді түсіну деңгейін анықтау болады. Яғни бұл жерде жұмбақтар беріледі, қасында суреттер тұрады. Олар оқушылар жұмбақтарды оқу арқылы суреттермен сәйкестендіру керек. Келесі менің қолданған әдіс тәсілім бұл, яғни қимылмен көрсет деген әдіс тәсіл. Бұл жерде оқушы жұмбақты оқиды, содан кейін жаңағы жауабын өзі басқа оқушыларға қимылмен көрсету керек. Енді келесі әдіс бұл әріпті жұмбақ әдісі болып табылады. Оқушылардың дыбыс пен әріпті сауатты ажырата білуге үйрету, яғни дыбыстық жүйені ауызша талдауға төселдіру, сондай-ақ логикалық ойлау қабілетін, тіл байлығын және сөздік қорын ойын арқылы дамыту, жылдамдыққа баулу болып табылады. Енді келесі әдіс бұл, яғни гексагон әдісі бұл 6 бұрыш әдіс деп аталады. Бұл әдіс оқушылардың сыни ойлауын, жүйелі талдау қабілетін және шығармашылығын арттыру, ақпаратты 6 бұрышты ұяшықтар арқылы байланыстырып отырып, білімді бекіту және қызығушылығын ояту. Ол идеяларды топтастыруға, себеп салдарлық байланыстарды табуға көмектеседі. Бұл видеодан, яғни біздің оқушылардың осы 25-ші жылы өткізілген алтын тұғыр зерделі ұрпақ олимпиадасындағы менің оқушыларымның қатысқан видеосы және осы оқушылардың жетістіктері болып табылады. Яғни осы жұмбақтар сандығы арқылы, бағдарламасы арқылы мен осындай жетістіктерге жеттігімді айтуға болады. Енді келесі сіздерге видео назарларыңызға ұсынсақ. Сіздерге өзгертуіңіз. Өстіп, бір жыл бойы сіздер жұмыс жасайсыздар. Жұмыс жасағаннан кейін, бір жыл өткеннен кейін жаңа апробация справкасын жасайсыздар оқу бағдарламаңыздың. Жаңа 7 нәтиже осы критерий болып еді, сол критерийде сентябрьде, қыркүйек айында осындай деңгейде болып еді. Бір жыл бойы қолданып едім. Менің балам айым мынаған жетті, әділетім мынаған жетті деген сияқты нақты болады, бірақ сіз оны апробация анықтамасына жалпы сынып бойынша жазасыз. Оның үшін білім сапасына кету керек. Түсінікті ме? Содан кейін, нәтижесі болды, тамаша, сыныбыңыздың білім сапасы көтерілді, 7 критерий бойынша жақсы нәтиже көрсетті. Сөйтесіз дағы мектепте бекітесіз сараптамалық кеңесте. Мектеп сізге бекітіп берсе, бұл тамаша жұмыс екен, бұны ауданға таратайық деп, ауданға 3 мектепке жаңа мектепте уже таратасыз ғой. Таратқаннан ауданға жіберіледі. Аудан сізді алаттағы қорғауға қояды. Сіз тағы көрсетесіз нәтижелеріңізді диаграммамен, одай қандай сол оқу бағдарламасын дайындау барысында қандай байқауларға жаңағы нәтиже көрсетті. Соның бәрі көрсетесіздер. Жай мысалы факт ретінде түсінген, аудан сізде ой тамаша жұмыс екен, ауданға тарату керек деп бекітіп береді. Сіз ауданда 3 мектепке таратасыз. Одан кейін уже сіз қайда келесіз? Оқу әдістемелік орталығына келесіздер. Осы жерге келесіздер, біз сараптама жасаймыз, қорғайсыздар. Міне осындай жұмыспен келіп отырған мынау жұмыстар. Осы ретті айтып отырмын. Осы жерде қорғап, міне бекітілді, бірақ бізде 50 жұмыстың 45-бесеуі ғана бекітілді, 45 доработкаға кетті. Доработка деген қайта өңдеу. Бұл кісі бір ай бойы қайта өңдеп, қайтадан тапсырып, міне алдыларыңызда келесі этап аттестацияны трансляцияға келіп отыр. Мынау трансляция бұл кісілерде. Жақсы. Эльмира мұғалім, бар ма айтарыңыз? Микрофон қосыңыз. Бұл бағдарламаны мен жұмбақтар сандығы бағдарламасын жаңағы вариативті сағат ретінде алдым.
бірінші кезеңде мен оқушылардан жаңағы тест жұмысын алу арқылы, содан кейін тағы да басқа жұмыстар арқылы олардың деңгейлерін анықтап алдым. Содан кейін 1 жыл бойы мен осындай апробация жасап шықтым. Яғни әр сабақта барлығы 34 сағат болды. 34 сабақта әртүрлі тәсілдерді қолдануға тырыстым. Мысалы, бірінші ақпараттық әдістемелік бөлімінде мен көбінесе жұмбақтар ойлау қабілетін дамыту құралы деп алып, оған мысалы халық ауыз әдебиетінің жұмбақтарының түрлерін алдым. Одан кейін екінші бөлімде әртүрлі тақырыптағы жұмбақтар деп алып, жаңағы 9 сағатты мен мысалы тұрмыстық заттарға байланысты, мамандық иелеріне байланысты, жаңа музыкалық аспаптарға байланысты, содан еңбек құралдарына байланысты тақырыптарды алдым. Одан кейін үшінші бөлімде, яғни жұмбақта кездесетін табиғат құбылыстары атаулары, көкөністер, жемістер туралы жұмбақтарды алдым. Яғни әр бөлім бойынша мен әрбір сабақта әртүрлі осындай әдіс тәсілдерді қолдануға тырыстым, және оның нәтижесін көрдім деп айта аламын. Себебі менің оқушыларым ол былтырғы оқу жылында болатын. Биыл оқушылар бізде 4-ші сыныпта оқиды. Осы 4-ші сыныпта бізде жылдың басынан бастап бізде ақбота, кенгуру, бастау, алтын тұғыр, жаңағы олимпиадаларынан біз көптеген жетістіктерге жеттік. Енді міне мен бір жетістікті ғана көрсетіп отырмын. Бұл алтын тұғыр олимпиадасы. Яғни аудан бойынша бірнеше мектептің ішінен менің оқушыларым бұл 3-ші орынды алып отыр. Алтын сақа емес, алтын тұғыр, алтын тұғыр олимпиадасы, алтын тұғыр емес. Сіздерде командалық зерделі өтсетін командалық. Зерделі ұрпақ, алтын тұғыр. Зерделі ұрпақ, Осы олимпиадада менің оқушыларым 3-ші орынды иеленді. Енді бұл менің бір керемет жетістіктерім бірі деп ойлаймын. Сонымен баланың сіз жұмбақ арқылы несін дамыта білдіңіз? Логикалық ойлау қабілеттерін дамыттым. Сонымен қатар мысалы математикада бізде беріледі ғой, әрбір тақырыпта өзі соңында ойлан тап деген есеп беріледі. Ол 10-шы, 11-ші есеп болды. Сол жерде оқушылар логикалық есептерді шығару керек. Міне осы жерде осы логикалық ойлау әдістерін көбірек қолданғанның арқасында мен өзімнің оқушыларым ол есептерді ойланбай тезірек шығара алады деген ойымды. Жақсы, рахмет. Сұрақ бар ма, әріптестер? Яғни тұрақталу бөлімі, одан нормативті бөлім, ақпараттық әдістемелік бөлім. Ақпараттық әдістемелік бөлімде сіздің жаңағы қолданған әдіс тәсілдеріңізді көрдік, нәтижелеріңізді, жеке диаграммаларыңызды дойып после шығарып қою керек еді. Әріптестер, келесі жолы қорғайтын әріптестер отырса, осы жерде мысалы сіздер кәдімгідей бағдарламаларыңызды ашып көрсету керексіздер халыққа. Мін деп Word-пен ашып көрсетсеңіздер де болады, слайдпен емес. Содан қарай слайдпен кетесіздер. Содан кейін барып до қандай нәтиже болды, қандай 7 критерийді көрсетесіз, сол 7 критерий бойынша до қандай нәтиже болды, после қандай нәтиже болды, соның нәтижелерін көрсетесіздер. Түсінікті ме? Жақсы, Эльмира мұғалім, рахмет. Енді сіздің осы оқу бағдарламаңызды осы жерде көріп отырған кем дегенде 1-2-3 әріптесіңіз алып қолданса жақсы болар еді. Сол үшін сіз трансляция жасап отырсыз. Түсінікті ме? Жақсы, әріптестер. Ендеше сізде қараңыз. Жақсы, қазір жұмыске жасам. Сұрақ жоқ қой, әріптестер, Сұрақтарыңыз болса. Записті өшіріңізші, записті.